Рекс, түсіңді өткірле. Қайра түсіңді. Мәуінді. Әжетханадан шессам болмайды суда. Ваннадан ба прям. Мұзбен құйып іштім ба, не істедің? Эй, ыдысыңды жусай айуан. Зарлады деп айтпай тұршы мамамен отыр иде. Кешіріңіз мама. Мама кешіріңіз. Ешкімді зарламады. Телевизор өзінен қосылып тұр. Бұл күнде түнде қосылып кетеді дейді. Өміреген ғонда. Кеттім мен жоғарға. Не бәле бәріне сені аттап өтіп кете берем ба? Туым бүчке, мұң бүчке қарамай адым ғой вообще. Не істеймін деді өзі, туалетке барам деді ғой, емайы. Үйде ешкім жоқ. Жоқ, ден сау адам өз үйінен қорқама, емайы. Алло, пис, көздерін жымыңдар. Сілкідің ба? Ұйықтайым дейді, ертең ерте тұру керек дейді, окей. Не үшін ерте тұру керек? 11:30. Мощный ерте тұрдың ғой, прям мәс саған, прям керемет. Тура мен сияқты ғымнау ше. Ертең ерте тұру керек, 11:30, салам алейксіз. Кітап оқып ояндым ба, мен не істедім өз? Тұру дейді. Хоррор кітап оқып отыр, прикиньте. Қалай кітаптан скример қағып алады екесін? Реально. Алдынан шығып балады, сразу бірден. И кетем ба? Не отыр? Беконмен еш не істеймін дейді. Так. И оны қайда? Не мұнда? Сұмдық. Сіл ешкім үйтетіндей тамақ емес ет негізі. Ит тарелкаға. Мәуінді. Итке бере саламыз ба? Иттің тамағы бар екен мақыл. Қаяқта осы жерде жей берем ба? Осы жерге тыстап кете салайық, болмаса. Не қылдым? Лақтыр жіберім ба мен тарелканы? Гардеробты тексерейік дейді. Не деген күшті комната. Так, мен не кисем болады бүгін? Денис пицца кием ба не? Осынша нәрсе тұрып. Осы футболкін кием ба мен? Менде әлі уақыт бар дейді. Бір новый ужастик игрушка ойнайыншы дейді компьютерде дейді. Кән менің компьютерім. Так, егерде мен осында үйде играман болсам, менің компьютерім ұйықтайтын жерде тұратын. Бірақ бұның компьютері қай жерде? Бұның компьютері мына бұрышта. Окей. Amazon 16 дейді. Зомби ғаме дейді. Кеттік онда. Ойынның ішінде ойын ойнап отырмын. Прикиньте. Керек пе досы? Саламатсыз ба көке? Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Аман-есен жүрсіздер. Не серьез бойында? Дин нафига. Жолама. Менің сүйіктім деген папка. Надеюсь, ішінде жаман үйнелер жоқ шығар. Өтірік. Не екен айтайын ба? Менің персонажым пицца пісіреді, либо даже пицца таратады. Пицца істейтін балаға нандай қыз қарамайды, 100% айта салайын. Келісесіңдер ма, келіспейсіңдер ма? Жарайды, онда жұмысқа кеттік онда. Мына түр мен кешіп атады ғой. 11:30-да ояндым. Арқасынан не істемедім барып, әжетханаға барып тамақ жедім әкесінің. Өзім айдайым ба? Сұмдық. Менен басқа машина жоқ па сонда? Кешкі 7. Джек, келдің ғой ақыры дейді. Кухняға ұш дейді. Наның бәрін істеу керек демеш. Не тазалап атыр нау? Кладовой дейді, сен осы жерде барлық ингредиенттер тауып аласың дейді. Кухня, осы жерде заказдарды істей аласың дейді. Окей. Без проблем. Мынау мен ба? Может быть, бір күні осы жерде болады шығарым менде дейді, прикиньте. Мен емес екен. Пиццалар дайын ғой бізде. Братишке, не істеп жатыр мынау? Өтірік жұмыс істеп жатыр ғой мынау, ё-моё. Бастық қаны. Так, тавук, лук, летуче деген не еді? Мынау картошка, мынау бургер. Окей. Суық напиткілер дейді. И жеп аламыз, өзіміз с кайфом. Заказ бар ма? Мына кісінен қабылдайды екен бұл заказды. Самас.
бір бәлеге таңғап тұр ма? Обслуживать еткен бұндай уақытта қиын шығар дейді. Барлығы тып-тыныш болып қалады. Бірақ сіздерде тамақ керемет қой дейді. Жарайды. Қаладағы ең керемет тамақ. Жарайды, гамбургер істейсіздер ма дейді. Конечно. Жарайды, онда мен чизбургер алайын дейді. Бірдеңе ішесіз ба? Бір кола бере салыңызшы өтініш дейді. Жарайды. Без проблемейшн. Не істеді маған? Чизбургер істеді. Көмектесші айван. Мен только пицца істеймін. Бан деген не еді? Қай жерде жинайым? Не істедім, қалтама салдым ба? Бізде өзіңіз жинап алады екенсіз. Кетчуп дейді. Кетчуп қайда? Міне, кетчуп. Болды емес па енді? Ана жаққа бар дейді. Бұнданың алдына жазып қойған. Мә онда. Бургерді киіндіріп аламыз да осылай. И апарып береміз орны. Алыңыз. Не сен енді? Кола. Мұны көке деп тұр ғой. Ана жақ қой. Кола ұмыт кеттім дейді. Ана жақтан алам ба? Окей. Мәңіз. Коланы шайқайсың. Жарылады қососын. Айван екен ғана. Тиын тебен тастап кетті ғана. Болмас, оны бірақ клиент па? Жалпы. Өлең бітіп қалды ғой менде. Жоқ, мынау не істеп отыр? Мен неге әрі кухняда, әрі тасуым керек? Мынау не істеп отыр? Мынау айлық алады ғой, ертең. Мен бірдей алады ғой, мына айван. Болмайды ғой, жігіттер, бәріміз бірдей істейік та. Самас. Ой, мынау кез бір ризотто деп күйдіреді ғой. Кәне? Мен қарным аш дейді. Онда дұрыс жерге келдіңіз. Маған бір куриный бургер. Картошка фримен дейді. Болды, әкеп берем қазір. Әкеп берем. Без проблемейшн. Так, бургер. Куриный деді ғой. Бәрін алдым, мен білмеймін. Қалтама бәрін салдым, додайдыңдар. Вроде ба бәрін салдым. Оп! Жасқа. Бам! Сау болыңыз көке. Нана көке түрі қотақа түреттейші, кірі түрі түреттейі. Дәйші кірі күтірі, нана пофосыкке. Натам базар нұқты те базар жоқ шешет. Әзербайжанша оқытайын деп шештім, не олды? Джек дейді, туып қойсам атын Джек қоятын ем, айуан емай. Чорт дейді, чорт емай. Жүрегім тоқтап қалайын деді ғой дейм, айтпа. Жарай, Джек құмаш дейді. Бізде әлі көп жұмысты көрдім, жұмыс дегеніңді сенің. Аузың ашылып оттың ғой бір шетте. Хотя мен бургерімді апарып берсең болады, айван. Жарай, донда дейді. И қайттан отыруға кетті ма? Бізде жұмыс көп. Әне кетті. Жо, шығарасандаршы, мынаны жұмыстан. Мынаны нафиг. Мен бір өзім жұмыс істей салайшы, анау нағып тұр мынау. Көке, манекенсіз ба? Реклама жасап тұрсыз ба, көке? Көке. Қызығып тұр ма, немене біледі? Жесейтесіз. Айуан екен. Бұның жұмысы чисто мені қорқытып, отырып, кеп маған мешат етіп, қорқытып кетті ғой, айуан. Адам емес екенсің ғой. Немене бе, бәріне бір төбелет, бәрі қосылып сие ма? Не істеді өзі маған? Пол жумай шығарым, пожалуйста. Болмаса былай істейік, жігіттер. Өз-өзімнен нан сатып алайын, өз-өзіме бургер істейін, өз-өзіме клиент болайын да, өзім осы жердің полын жуып, барлығын өзім сыйлайын, мақұл. Нет? Қоға? Сознание бар ма, жалпы? Шегі баған 100% бар.
100% шегі бағана. Миллион пайыз шегі бағана айуан. Хотя бы қыз қоқ қойсаңдар болады ғой осы жерге. Сүртіп тұратын. Сен істейтін жұмыс нау. Білесің ба? Иске. Айуан. Күтіп қалдыз ба? Bluetooth'бен жеп жатыр ма? Немене білен ал? Түнгі 11. Біргенде. Жоқ, не үшін мен нормально. Мынандай өлеңмен қорқытты ғой мені. Наконец-то өзім кола ішіп жатырмын ба? Керемет. Маған керек болды дейді. 10 сағат столды сүртіп, астына сиіп кеттім анау, причем көккімбек қылып. Вроде жаңа жұмыс орын құтты болсын көке. Өсіпсіз. Бұрыштан бұрышқа жете беріңіз. Айуандар емай. Осы жетпей әдірет. Мен тазалайым, я, причем. Құрметті кафенің иелері. Осындай жұмыс болса айтыңдаршы, пожалуйста. Смело істеп берем. Хоть 12 сағат үйсіп отыр деңдер. Базар жоқ. Әрім бақыз. Егер де айлығым 2 миллион болмаса білмеймін мен енді. Вообще. 2 миллион істемеймін вообще. И 10% табыстан. Қай жерге түсіп кеткен? Көға бешбармақ керек емес па? Өз тамағымды кухняда қалдырып кеттім дейді. Окей. Тамақтанатын уақыт келді дейді. Қай жерде? Не жеймін? Дэйвпен отырып тамақтан алайын дейді. Болды. Алло? Алло? Сіз ең лучший пиццерияға звондадыңыз. Бастық. Сәлем, Джек дейді. Чо, пиццерияда қалай жұмыс дейді? Мен ғана жұмыс істеп жатырмын, бастық. Қағандарын жұмыстан шығарасаңдаршы, өтініш, пожалуйста. Молодец, Джек дейді. Көрдім соңғы кездері керемет жұмыс істеп жатқаныңды дейді. Сол үшін саған бір сыйақы берейін деп едім дейді. Сен сотрудник месяца болдың, құттықтаймыз дейді. Шынымен ба? Рахмет үлкен дейді. Өз арманына жетті, Джек. Джек па, Жахангир ма, емайо. Қалай өткізбекшісің өз демалысың дейді. Загородный үйге кетіп қалсам ба деп жатырмын. Керемет, демалып қайт дейді. Рахмет үлкен, бірақ менде бір проблема бар. Қандай проблема? Может, көмектесе алатын шығармын дейді. Менің көлігім бұзылып қалды. Жарайды, онда мен сені апарып тастай аламын, уайымдама дейді. Рахмет үлкен. Рахмет үлкен. Ертең келем дейді и апарып тастаймын. Хотя бы солай пайдаң тисінші, өтініш. Үйдемін ба? Үйдемін. Менде Дэйв болғаны қандай керемет дейді. Такси ұстағым келмеп ет мүлде дейді. Так, мен заттарымды жинап, ұйықтауға кетуім керек дейді. Чемодан менің комнатамда дейді. Айуан, жеп атсың ба? Таңертең сақ кеткенем ғой, енді жеп атыр ғой. Бой, үйде жалғызбын ба деп ойладым ғой мен. Түріңе не болған дейді. Кішкене күліп жүрсей дейді. Ағаң демес призракты көргендей болдың ғой дейді. Дверной звонок деген нәрсе бар, Майк. Мені білесің ғой, қашанда эффектіні кіргім келеді дейді. Сен түріңді көрсең ғой дейді. Молодец. Не болса да мистер серьезный жігіт дейді. Менде жақсы жаңалықтар бар дейді. Мен сенімен бір-екі күнге қалатын болдым дейді. Не болды? Джессика мен бір біле болды ма? Білесің ғой дейді. Болып тұрады, біз ұрсып қалдық дейді. Мені қуып жіберді дейді. Мен загородный үйге демалуға кетіп бара жатырмын. Керемет дейді. Может, сенімен бірге барайын дейді. Жүр дейін десем, ондай вариант жоқ екен. Біркенсе. Мен жалғыз
барам ба деп едім, может кейін жалпы енді ұйықтаймын дейді. Окей. Мына жақта жатыр екен ғой он. И спать. Мен Дэйв апарып тастап жатыр, прикиньте. Ту, не деген спокойной поездка дейді. Иә, мына пейзаж барлығын. Қолың немене бәле, Дэйв. Қаяқтан шығып тұр қолың, Дэйв. Қолың бұтыңнан шығып тұр ғой, Дэйв. Бірінші күн, түнгі 3. Или обед күш па? Обед күш. Обедте 3 па мынау? Мынаны не абабағам өзіммен? Эй, сумка. Жүр. Пам-пам-пара-пам-пам. Қап кетпе. Сұмдық. Есімнен шығып кетіпті дейді. Есік дұрыс ашылмайды ғой дейді. Мен бір запасной ключ қалдырып кетіп едім дейді дворда. Қай жерінде? Ашылмайды ғой есік. Терезені сындырып кіре салшы, пожалуйста. Может, Эй? Жоқ қой кілт. Сұмдық тастың астында екен ғой, ема. Чемоданды кроватьқа тастап кетіңіз дейді. Есті жабамызды жаппаймыз ба? Жапқан дұрыс па? Енді несі кайф бұл нәрсенің, жалпы. Окей, жұмыстан шаршадым, мақұл. Далаға бір өзім итпен бірге. Несі бір кайфы бар ма бұның? Ит жоқ дейді, жатыр ғой мынау. Ұйықтамайды шығармын сразу. Может, бір бәле өртейін ба? Пешкі жақпайын ба мен? Бір тамақ істемейін ба мен? Ё-моё, балта, спичка бәрі бар ғой мына жерде. Кітап. Мә онда. Енді бәрі керемет. Даже свет осылай қосыла ма? Күшті. Мына жерде бір үй ма? Мынау үй ма мынау? Ал онда есті жап. Менің что-то ішім ауырып тұр дейді. Маған ағаш әкелу керек жағу үшін. Прикиньте. 3 ағашты қырқып шығайын. Базар жоқ. Ал кеттік ал. Ағаш шабамыз енді әкесінің ал. Жоқ, қайшы ағаш деп ойлайсыңдар шәді. Үйдің артында. Шынымен. Болды. Спасибо ешін. Бір күнге де жетпейді ғой. Бам. Не дейді? Эй! Рекс! Түсіңді өткірле. Рекс! Қайра түсіңді. Мә онда. Керемет най. Күшті. Мен чемоданға бір-екі банк салып едім дейді. Аха, базар жоқ. Бам. Нет? Итке ма? Банканы ашамыз. Ой. Базара, нихтунг. 30 секунд. Керемет. Қуырдақ жеуім қалып еді енді осындай жерге кеп, прикиньте. Білмеймін. Мен де бұндай жерлерге шыққамда, бірақ жалғыз емес. Но, мынаның несі кайф, мен ито біреуді көрдім ғой, емайо. Алло. Одан кейін вообще үйге қайту керек қой. Тоқта. Логически тамақ піскеннен кейін тарелка аламыз. Жейтін уақыт келді дейді. Отырайық та енді көке. Нет. Тұрып жейміз байлай. Ана жерде жейсіз ба? Анау не үшін сонда? Мә онда. Қасығап келетіне қой жалпы. Болмаса жерге таста итпен бірге жейік. Кім болды ол дейді?
Не знаю. Қарнас шығар? Шақырайық та? Кога? Жоқ, қарандаршы, жалпы, окей. Окей, монстр не істейді? Тірі мені жеп, егер де менде қуырдақ болса. Көке, кіріңіз, бірге тамақтанайық, нет? Итімді жек кетесіңіз да арза болам, реально. Маған тиіспеңізші бірақ. Көке, қуырдаққа кезіңші. Қолма бір таса басам болмай ма? Мә онда. Бам. И? Нақта атта біткен. Ан жерден құлаған бірем. Басын жарған, өліп қалған примерно. Сөйтіп ойлаймыз, давай сен. Хабар нихтунг. Жүрегім! Айтып отайтындар. Не бар? Валерьянка жоқ па? Ойбай. Бауырым, кешір, қорқытқым келген жоқ, дейді. Жүрегім тоқтақ қалайын деді ғой, жалпа. Ренжіме, дейді. Жоқ жерден пайда болып қалғаныма, дейді. Сіз кімсіз? Менің есімім Люк, танысқаныма қуаныштым, дейді. Люк, не керек саған? Менің есімім Джек. Не ап келді? Сізге айтайын деп едім. Мен сіздің соседіңізбін дейді. Сосед, мен бұл жерде жалғызбын деп ойладым ба? Мен осы жерлерде тұрам, дейді. То есть, осы жерлерде тұрам, уже неше айдан бері, дейді. Қаладағы өмір мен үшін емес, дейді. Сен маған айтып атсың ба, дейді. Окей. Сен осы жерде қашанда тұруға планировать етіп атсың ба, Джек, дейді. Может быть, бірақ жоқ. В смысле? Мабаха на ходу, ицатып кетенба. Ицатып кетен. Жоқ, по сути, маньяк, елестетіңдерші, итін өлтіріп тастапты деген жақсы ғой, чем адамды өлтіріп тастапты дегеннен гөрі. Арнаш болса итті жей салсын да. Осы жерде тұратын шығарсың, дейді. Сен жалғызсың ба, дейді. Иә, жалғызбын, менің итім бар. Әне, Рекс, гав. Керемет, дейді. Күшті, дейді. Не болса да, танысқаныма қуаныштым, сен мен Джек. Көріскенше, абайла, дейді. Сен де абайла. Үйдің артында жүрген сен бедің, жа? Кстати, түнде шықпаңыз, дейді. Бұндай жерлерде түнде шығу опасно. Мақұл. Коньки теуіп үйреніп қалған ма, немене білемін ал. Барлығы нормально и спокойно болған. Бірақ сол түні менің тыныштығымды біреу есікті қағып бұзды. Барлық үйге шықты даусы, резко и неожиданно. Мен даже қорыққанымнан артымнан салқын тер жүгірді, дейді. Мынау есік емес, қо Джек. Мынау терезені ұрып жатыр, қо Джек. Вообще-то. Кім болуы мүмкін бұндай түнде, дейді. В общем, қарандар, менің есімім Джек. Мен айдаладамын. Есікті біреу қағат, мен тұрамда, бұл кім болуы мүмкін? Я, Айгүл ғой, көрші. Қаладан. Алло? Ойбай, әкейің ау. Не алам, Рекс? Тісін қайрадың ба? Хотя бір гав деп қойса, Рекс, ема. Айғай деп қойса, сәл. Фонарик. Көшеге шықпайыншы.
Шықпа деді ғой маған. Коньки тебетін кісі. Иди нафиг. Не. Рекс, фас. Бұған да пофиг қой, жатсын қарсандаршы. Мен өліп қалсам да жата береді бұл үйістіп. А сендер маған итіңді сатып кеттіңдер ма? Не мынау? Жұрттардың иттері қабаған болады ғой, ырылдап тұрады ғой прям. Кімді тістеп алсам екен деп. Мына жатырмын с кайфом. Бұған тамақ берсең болды, осылай жата береді емі. Неғып алдым мен сені дайып тала салу керек едім ол қасыма. Хотя бы ауф дейтін ол. Ойбай. Бармай-ақ қойсам болмай ма? Болды. Ұйықтаймыз. Прикиньте. Аржат. Рекс, бірге жатамыз. Біреу келсе бірге үреміз. Білмеймін енді. Эй, ё-моё! Нет! Кім бұны тастап кетті екен? Ойпырмай. Біреу тастап кетіпті ғой. Мүмкін үйдің жан-жағын қарап шығармын. Мен сондай тупой дебил едім ғой. Түнде маған шықпа деп айтты. Қолымда фонариктен басқа іштеңе жоқ. Монстр келсе тоңқая саламыз. Болмаса. Аттен, кім болуы мүмкін? Рекс тірі ма? Хотя бы. Айналып келдім, ешкім жоқ. Рекстің қасында жата салайын. Жатқызыңдаршы. Пожалуйста. Гений! Екінші күн. Рекстің қасына жата салды. Реально. Рекс. Крижа ашып кеткен ма, немене білесің? Рекс? Рекс? Фу, Рекс! Қаяқта? Фу, Рекс, фу! Ой? Ойбай, айван. Айналып барады екен. Рекс! Рекс? Рекс? Неменеге құйрығын қымдатып атсын енді? Бұл тапор бұл жерде. Рекс! Рекс сатқын. Рекс менің жаңағы әңгімемді естіп қойды да. И өзі мені ловушкаға алып келді, прикиньте. Қандай көрім берді саған, айуан? Менен жақсы көрім берді, но прикиньте. Ух ты, ебы! Салмаспа! Қалайсыз? Өлі мынау? Өлі? Эй! Рексті мен өлтіре салайшы, пожалуйста. Бола ма? Айуан ғой мынау. Жоқ, қараңдар, сатқындығы мен не мынау? Сатқындығы мен барам, көкем бір тапордың алдына апарат, и құйрығын қымылдатып тұр. Маньяк шыққан кезде Рекс жоқ. Ёпты кедік! Че там, братан Калай? ЕКЕН. Молодец! Мощный екен. Айван, Рекс.
Адам болмайды екенсің бар ғой реально. Қашық одан аламыз шат. Достар, итсен беймс. Ит адам. Дос ЕМЕЦ. Ит екен. Қарасаңдар келді мынау. Айван. Білет та біреу топормен келатқан. Оппа. Ито артқа қарай жүгіруім керек па? А жоқ, нормально. Нормально. Мен кезінде жүруге қатысқам. Мен неменеге жүрмін? Ай, сабыр қылыңыз. Аяғым майысып қалды, кім? Қалай қашам? Қалай қашам, чат? Бұдан артық жүгірмейді, прикиньте. Анау аяғы сынып кеткен жетіп батыр ғой. Мен вообще спортқа қатыспаған ба өмірімде? Может, бір бәле алармын? Топорды алмайды ғой, прикиньте қолға. Жо, тота, үйде топор бар еді, вроде бы, нет? Үйде топор бар еді, нет? Алмайды. О, болды. Маньякқа пиво жесін ба деп айтамын кез. Тапатал тусте. Алтере салган. Нестун. Айтпаймын. Сатусынем. Рекс, ол трясалыш, брат. Рекс өзіңе... Рекс, жап аузыңды. Заткнись, Рекс. Ай, тиспеніз, маган, агай. Агай, маган, тиспеніз. Агай, пиво шес ба... О, әкесінің ауы. Агай! Агай, жүгірамай атыр. Не істейм? Топор Рекстің жанында дейді. Алынама ол. Мына айван бар ғой. Ит адамның досы. Ит ана адамның досы. Мен досым емес. Мына адамның досы емес ол. Сөйт жазып қойыңдар кітапқа. Ит ана адамның досы ол. Айван. Жап аузыңды. Аламайым, чат. Бермейді, ой. Бүйтіп айналып жүрсем сен оның арасында бүйтіп. Қызық, бұл кімдікі екен? Мен лучше хижинаға қайтайын дейді. Мен тупоймын. Прикиньте. Барудың қажет жоқ екен ол маған. Домой, Уолтер. Ах ты айван. Ах ты ит. Ах ты чорт. Чорт әкесін бар ғориян. Мұнан сен әкелдің оя. Нау сатқын. Нау сатқын. 100% айтам чат. Мә онда. Тістеп әкелесің бадың ба? Коробкаға сап әкелгенес, нау. Алло? Сен менің подаркымды алған сияқтысың ғой дейді. Сәлем, бұл Люк па? Бұл рация. Біз енді бір-бірімізбен сөйлесе аламыз. Алыста кезде де. Рахмет үлкен подаркеге. Қалай бірінші күнің өтті? Керемет. Ешқандай ештеңе байқамадың ба дейді. Жоқ. Байқамадым. Жарайды, онда сосын сөйлесеміз, Джек. Мынау кім? Люк па мынау? Менің көршім ба мынау? Үйге кірмейсің болды. Тамақ жоқ саған. Айван. Не. Майк. Не үшін Майк? Не понял. Мә онда. Інісімен ойнап атырым. Вставай дейді.
Неше сағат болды уже ойнап отқаныма дейді. Басым ауырып кетті әкең ау дейді. Ну, ондай болып тұрады енді. Перерыв артықтық етпес дейді. Холодильниктен бар бір бәле ішіп алайын дейді. Сүт ішейін деп жатырмын бекенсе. Әкесінің ау, дотадан кейін зор кетті ғона сүт. Немене бәле қанша уақыт тұрған сүт дейді. Лимонный сок сияқты болып кетті дейді. Машинаны тексере салайын, Джек бұзылып қалды деп еді ғой. Без проблемation. Машинадағы проблеманы табыңыз дейді. Как будто бы мотор кеткен сияқты. Нет? Чат. Ұқсамай ма? Дейді. Балоны түсіп кетті дейді. Енді бір бәле істей аламын ба мен? Менде запасной бар еді ғой дейді жоғарыда. Менің комнатамда дейді. Комнатаңа запасной балон ұстап отсын ба сен? Тентек қом мынау. Немене отбасыларыңмен айуан әкесіңдер ғой сендер. Машинаны былай тіке қойып қояйық осы жерге. Шкафқа. Окей? Айуан ғой мынау. Қаяқты еді? Аха. Мә онда. Өзбекстаннан келді ғой балонды. Мен сіз не істейтін еді дейді. Мен не істеу керек екенін түсіндім дейді. Мен барып оны таңғалдырайын. Керемет, керемет. Сен де ананың досы болып кетесің ғой қазір барғаннан кейін. Бейшара Джек. Есімде біз осы жерге отбасымызбен келетінбіз. Керемет жылдар еді ғой дейді. Аржат айуан. Жануарлар ұнамайды уже маған. Керемет ой, Джек қуанатын болды ғой. Шөп жеген бәле. Шықтым мен қаладан. Джек. Айқайлап атпасын. Монстр зорлап мына жерде. Түнгі 8. То есть кешкі. Окей. И айуан. Бұдан да мықты нәрсе бар ма дейді, бәрлігі тып-тыныш, алыстамыз. Шум жоқ қаланыкі дейді. Я. Сенікі дұрыс, Люк. Жарайды, Джек. Айта қойшы маған. Сен что-то даусың бір түрлі болып тұрды ғой. Біз рациямен сөйлескен кезде. Білмеймін енді. Бірдеңе дұрыс емес сияқты. Сәл бір маньяк трусыйымды шешкені болмаса екі рет. Менде ешқандай ондай нәрсе болмаған дейді, бұл жерде жүргелі бері. Білмеймін енді. Ешқандай жаман нәрсе де көрген жоқпын дейді. Бірақ не? Просто сен білсін деп айтып атырмын. Мен что-то бір түрлі нәрселер естеймін осы жерлерде. Может, ол жай ғана менің воображением шығар дейді. Не естідің? Егер де ойлап қарасақ, ештеңе емес. Біз осы лестің ортасында өмір сүреміз. Енді звуктар, сынған ағаштардың дауыстары бар жаңағыдай. Мен де осындай нәрселермен жолықтым. Көрдім ба дейді, уайымдама дейді. Бұл ашин ысқырық қой дейді. Мен естіген просто жел сондай дауыс шығарады екен дейді. Сенікі дұрыс. Алдымнан дәу ағаш плюс жел шықты емай топормен.
Иди нафиг, Люк. Естідің ба мынаны? Не болды? Ана жақтан шықты ғой, қарасай. Қаяқтан шықты? Не болып атыр? Боу, ха-ха-ха дейді, ренжіме. Мен просто солай істеу керек болдым дейді. Мақұл. Біз уже кетуіміз керек, я дейді. Жарайды онда, Люк. Сау бол. Екі сатқын. Ситуация вообще дұрыс болған жоқ дейді. И что-то ішімде де біртүрлі сезім, как будто бы жалғыз хижинада, алыста енді түсіндің, мадес. Керемет. Бұл жерде неше түрлі біртүрлі нәрселер болуы мүмкін. Егер де осы нәрсені білгенімде, даже келмейтін де едім дейді. Нәне нафиг. Правило номер 1. Рекстің үргеніне сенбе. Фонарик, авалайн, sir. Please. Рекс, жап шаузыңды. Мен оны тауып қайттан хижинаға алып келуім керек дейді. Ойбу, сырт соншалықты қараңғы, фонаригімді алып алайын дейді. Неткен ақылды жансың. Алып алайық. Фонарик. Көмектеседі ғой, маньяк алдымнан шықпаса, я? Маған балтамен келатса, көке, мынаны тығасы деп фонарикті берем, я? Что-то бұрын бұндай әдеті жоқ еді ғой дейді. Неғып бүйтіп атыр екен дейді. Қызық. Тексеріп көрейік. Не болған мына жерде дейді. Ашин. Мен қағып кеткен бұны жаңа. Рацияны алуым керек дейді кабинадан. Люкқа айтам ғой деймін дейді. И артқа қайтып баратқан кезде, голый біреу күтіп алады, я мені. 100%. Нет? И іште голый біреу күтіп алады. Жоғалтып алдың ба дейді. Люк, мен естіп тұрсың ба? Қаяқтан шығып жатыр мына дауыс. Люк әжетханада, прикиньте. Қаяқтан шығып жатыр дауыс? Мен сол дауысқа баруым керек па? Эх, жақсы, керемет. Не, чат. Джектің миы жоқ. Прикиньте. Ашпаймын мен ана. Нет. Минус люк. Люктің люгін шығарып кетті, прикиньте. Опа. Эй, мені қуалай бересіңдер. Үйге. Бам. Қайда? Тұра берем, тұра бер. Сам атыспа, көке. Қайсы? Жағдайыңыз қалай? Эй? О!
Гений. Енді ол хижинаға бармаймын дейді. Прикиньте. К сожалению, Люктың жолы болмады дейді. Люк шпиғылдатып кетті Люкті. Кім екенін білмейміз ба сонда оның? Мен даже білмедім ол кісінің не үшін бұны істегенін. Бірақ бұрын бұндай нәрсе көрмеген екенмін дейді. Молодец. Иттің тамағы дейді. Рексті қалдырып кетсе сау керек еді сол жақта. Көкеңе болып кетті. Рекстің баласы пайда болды. Неменеге мен емес Рекс балалы шағалы болып кетті айналайын. Түсіндім, мына ойын Рекс туралы ғой. Мына ойын Рекс туралы чат, прикиньте. Рекс және оның оқиғалары деген ойын ғой мынау.